Сәлем достар, бүгін сіздерге жеңнің сызбасын қалай көрсету керек екен жайында сызбаны түсіретін боламын. Менде ең басты өлшемдер охват рук 25, длина рук 61, охват кисти 17, глубина проймы 19 деген өлшемдер бойынша қолдың сызбасын сызатын боламын. Ең бірінші Т әрпіне ұқсас сызба сызғаламыз. Ең ортаңғы нүктесін О деп белгілейміз. Енді мына охват рукты 25-ті екіге тура екіге бөлеміз. 12-де 5 деп екіге бөлеміз де ол нүктені А және В деп белгілейміз. О нүктесінен төменге қарай длина рук кесіндісін сызамыз. Ол бізде 61, мына жерде 41 және 20. 61. Мына жерде біздің К деген нүктеміз, яғни кисть, қолдың білектің айналымы, білектің сызығы болады. Енді А кесіндісін тура сызып, бұны да тура солай төменге қарай түсіп, осы К кесіндісімен қиылыстыратындай етеміз. Сөйтеміз де, мына О нүктесінен төменге қарай глубина проймы. Бұл жерде бір ғана формула, глубина проймы көбейтілген 3 бөлінген 4 деген формуламен аламыз. 19-ды 3 бөлінген 4-ке көбейткен кезде 14,25. Сөйтеміз де 14,25. Түзуін осы жерден сызу нүктесін белгілеп алып, оны АВ кесіндісіне параллель кесінді сызамыз. Сөйтеміз де ол нүктелерді П және П1 деп белгілейміз. Енді осы П мен О-ны қосып, және О мен П1-ді қосып, үш бұрыш аламыз. Үш бұрышты шыққан ПО үш бұрышын 4 бөлікке бөлеміз. Менде мұнда бұл 19-ға тең. 19-ның жартысы 9-да 5, оның жартысы 4-те 25. 4-те 25. Мына жақта тура солай 19, 9-да 5, 4-те 25 және 4-те 25. Енді шыққан осы бөліктерден мынау бізде алды болса, мынау арты деп белгілесек, арты мен алдының айырмашылығы тек мына ойықтарының ара қашықтығында. Артында 0,5, мына жерге жазып қойайын, 0,5 және жоғарғы жағында 2 см. Мына жағында 2 см ішке кіреді. Мына жағында 1,5 см сыртқа шығады. 2 см, 1,5 және 2 см. Алды мен арқасының разницасы осы сантиметрлерде. Енді бұл бөлінген кесінділерді былай қосып шығамыз. Доға сызамыз. Мына жерде қиылысу нүктесі. Келесі қолдың жоғарғы бөлігі 1,5 мен қиылыстырамыз. Мына нүктеге қиылысады және 2-ге түсеміз. Міне қолымыздың осылай шықты. Енді келесі қадам охват кисти дейді, яғни білектің айналымы. Білектің айналымы бізде 17-ге кішкене свободно болу үшін 4 см қосып 21 деп алдық. Охват кисти қосылған 4 см. 21 деп алдық. 21-ді мына жерден саламыз. Бұл жерде болымыз 25. Мына АВ кесіндісінің ұзындығы 21-міз. Так, онда 5. Мына жерде болады. Сөйтеміз де мына П кесіндісін осы белгіленген немен қосамыз. Кесіндімен қосамыз. Міне осылайша қолдың сызбасы дайын болды. Және тағы бір айта кететін жайт, жаңағы формула глубина проймы О мен мына жердегі О1 нүктесі деп алсақ, ең маңызды қолды отырғызудағы ең маңызды осы болады. Егер де сізде қол ойығы, мына жерде бізде қол ойығын кеңейтеміз. Міндетті түрде сызбаны сызғанда қол ойығын кеңейткен кезде қанша сантиметрге кеңейткен болса, сол сантиметрді мына жерге қосып отырамыз. О1 кесіндісінің, ол деген сөз 3 бөлінген 4 глубина проймы қосылған жаңағы кеңейткендегі сантиметрді қосамыз. Егер де біз мына жерде қолдың ойығын 2 сантиметрге түсірген болсақ, онда мына жерге 2 сантиметр. Мысалы, жаңа біздің жағдайымызда 3 бөлінген 4, 19 қосылған 2 сантиметр деп жазамыз. Онда ол 21, кета бір 15-те бірдеңе болады. Міне осылайша осы қолымыз менің алған мына сызбама
міндетті түрде идеально отыратындай қол болады. Ол үшін қолды дұрыс отырмады ма білу үшін сантиметровый лентаны аламыз. Сантиметровый лентаны аламыз да тура осы берілген қолға қойып есептейміз. Мына жерден бастап тура мына ойықтың несін қайталайтындай өлшеп аламыз. Менің жағдайымда бұл 10. Сөйтеміз да мына негізгі сызбаны аламыз. Негізгі сызбаға қойып бұл жерде өлшейміз. Менің жағдайымда ол 10 сантиметр болады. 10 сантиметр 2 миллиметр. Демек, мына қолымыз мына сызбаға міндетті түрде идеально отыратын қол болады. Бұл сызбаны келесі сабақта көрсететін боламын.